Усталые кружки, книжки спят, одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Ты ей пожелай, баю-бай. Короче, бізде Масахана 3-тің съемкасы андай ерекше созылып кетті. И неше бір ай болды ма примерно? Талғат группаға тақырыптарды жіберіп жатыр. Біз сол екі ортада жұмыс бабымен жүріп қалдық. Одан Әлекеңмен Петропавлға кетіп қалдық. Мен былай кетіп қалдым. Ақош өзінің жұмыстарымен босамай жаңағындай. Наркология деп ғой жаңағы. Инфекцион. Алқыштарды инфекционныйға жатқызатын болып кеткен. Мына жерін алып тастаңдар. Жоқ, инфекционный болғанда да. Наркология шығар, ол сен байқамай инфекционный деп оқыған шығарсың. Наркология дегенде иямен бітеді ғой деп отырсаң. Мен осы келгенде, осы тұрғанда мен больницадан қашып келіп отырған адаммын. Не болды, не отыр? Короче, сол жаңағыдай шаруамен жүрген кезде, үйде бір 2-3 па, 3-4 па күн тұрып қалған шашлик бар екен ғой. Ана жерде бір өзің бір аппетитің ашылады ғой. Соны ана білмеймін енді. Жуамен, немен бүйтіп, әбден бүйтіп ана ішіне уланып қалған ғой енді. Соны ұрам ғой мен нанмен қосып ше. Нанда бір, әйтеуір бір кешегі ма, больницаға алып келеді. Апарып, мен жатқызып тастайды ғой жаңағыдай. Су береді, не береді, әйтеуір анаяқтан шығарып. Бірақ мен ана инфекционный шыдай алмадым. Нашар ма жағдай, әлде дұрыс қарамады ма, әлде өзіңе жоқ, қарамады ма іздеп шығады. Ол жағын айтпай қояйық, просто ішім пісті. Просто іші нашар десе. Бұл таза демократиялық канал ғой. Иә. Талғат, сен ішесің ба? Мен ба, анда-санда. Жақсы ортада. Бір картоп жарған кезің болды ма ше? Ондай болған жоқ. Пацан кезде. Пацан кезде ішемат, біздің братандар ішіп тая жегенін көрдік та пахандардан, сосын қорқып қалдық. Іштім, бірақ андай үлкен кісілермен, олар андай ғой жаңа. Ет қойып, сондай қылып ішеді да. Олардың алдында енді позор болмауға. Мынау ет қойып ішіп отравление. Еттен отравление болған жоқ. Екеуің бір жерде ішкен жоқсың. Етпен ішпеу керек, еттен кетіп жатыр қой. Сіз ше, Әлеке, ішіп картоп жарған кез болды ма? Жарған кездер болды. Біздікі қызық болды ол кезде. Паш етіңіз. Паш. Үйдегі ата-аналарды блоктан алып тастайық деп отырсаң. Ішіп келіп дарбазаның үстіне ұйықтап қалған кез болған. Кәдімгі былай ма? Короче, мінгем ғой дарбазаның үстіне ше, дарбазаның үстіне мінем ғой. Сөйтем да ары қарай түсуге қорыққам ғой, ары қарай мініп алып, сосын өйстеп қысып алып ұйығын бүйіріп. Содан кейін бар. Бүйтіп мақан шығады ғой. Өй дейді, не алыпсың дейді. Шаншар болды ғой, короче. Енді киіп атқам. Дарбазаны ашып қоймайсыңдар ма? Ұйықтап қалды болды екен. Сонда примерно баяғыда қазақтар аттың үстіне сөйтіп ұйықтаған ғой примерно, иә. Тастай болмаған шығар енді дарбаза. Сәл шамалы жуанда ғой. Заводың үстінде ұйықтап жатыр. Содан деп мына жерін не көрсетіп жатса, андай дарбазаң есірсі. Балалық травма деп қойды. Енді 2-3 ой өрнек бар дарбаза. Мен, короче, недавно картоп жардым. Относительно недавно. Мен енді былай, мен тез мас болам, короче. Пиводан бір 3 бутылкадан нормально болам. Көрдім. Ойбай деп кәдімгі қызып. Андай, сосын тез мас болып, тез қайтып кетемін. Сосын мен мас болған кезде всегда көңілді отыратын. Андай болған емес, мен ерексіп қалып. И Астанаға барамыз, уже депутаттың образы шыққан кез, чиновниктің образы шыққан кез. Ғанеке деп қоймайды, короче. Мен жіктер жарамай қалам, ой деп, короче. Мені ламатс етіп отыр деп ойлайды да, нормально ішкізет. В общем, бір есім жисам, мен депутатпын деп, клубтың ортасында, короче. Маған охрана беріп қойған ана балалар. Рубашканы ағып, реально депутат құсап жүрмін ғой, жеңді қайырып ағам, шеші бергел деп ше адамдарға. И андай отключка берем, есім жиям сондай болып, үзік болып жатыр да. Бір моментте курилкада тұрмын да бүйтіп. Сен ПТК арнасын білесің бе деймін. Левый біреулерге. Жоқ дейді.
птк-ны білмейтініне гейстанда тұрасың ба? Неге гейстан? Білмеймін. Не айтады? Бір есім жисам машинаға мінгізіп отыр. Бір есім жисам гаишникке, мен депутатпын. Гаишник, брат, мен саған ештеңе деп отқан жоқ. Жүре берші дейді. Бір есім жисам гостиницада жатыр екен, дедім ғой. Содан ертең Боровойға барамыз деген ғой. Денемді Боровойға алып барды. Номерге жаттым, терезені ашып тастадым. Қыс қой, терезені ашып тастап, көрпені жамылдым да тұрмай 2 күн жаттым ғой. Страшно ауырдым, ё-моё, содан кейін әлі ішіп жүрмін. Десең ғой. Содан кейін ішпейтін деп. Содан кейін больницаға түстім деші. Мынандай нәрсе болған екен, жігіттер. Қазақстанға қазір керек жұмыс орындары туралы мәлімет шыққан екен. Соның ішінен қазір Қазақстанға бір алғашқы бесеуін айтып жіберейін. 93 мың бухгалтер керек екен. Охранник, инкассатор, сосын охранник, инкассатор и соған қатысты 77 мың адам керек екен жұмысқа. Сосын магазиндерге сатушы мен оларға көмекші тоже 77 мың адам керек екен. Шоферлар керек екен 44 мың адам. Не шайни бар? Жоқ, Қазақстан бойынша есеп алғанда бәрінен ба? Иә, шайни бар. Үлкен мекеме 96 мың бухгалтер отыр. 96 мың бухгалтер. Инкассация жүріп ойбай. Ойласам, бірдеңе Қазақстан сыртынан жауып тастайын. 96 мың охранникқа бір бухгалтердан ба? Сосын орта мектептерге жалпы ғылым бойынша 35 мың мұғалім керек. Сосын орташа медициналық персоналға 33 мың адам керек екен. Былайынша бұның бәрі неден шығады деп ойлайсыңдар? Бодида вакансия жоқ. Ана мектепте кәсіби бағдар дұрыс бермейді, содан шығар деп ойлаймын мен ше. Барлығы юрист, финансист болып кетеді ғой. Жоқ, енді сен қарасаң бухгалтер керек деп тұрған жоқсың. Енді сол кезінде дұрыс бермеген ба? Жоқ, видишь, финансовый оқып шығасың ғой. Мен мамандығым экономика, бухучет және аудитті оқыдым. Бірақ біз оқып шыққаннан кейін практикаға келген кезде ана жерде просто ештеңе жоқ қой біз оқып отқан. Бухгалтер болам деген адам ол просто өлтіріп 11 оқып алу керек екен. Қалған бәрі по ходу келе береді. Мен ана жақта, мен қатырып оқыған жоқпын біріншіден. Бірақ оқып келгенімді бухгалтерияға келіп, охранный агентствода өттім, сол жаққа келіп салған кезде, в общем, басқа бір инженерия бірдеңеге кіріп кеткен сияқты болдым. И менің қиналғаным 11-тан, сөйттім да мен 11-ті зубрить еттім. Осыны білсең болды екен, бухгалтер болып шығады екенсің деп. Потому что бізге оқу орындарында главный корпуста оқыдым мен, сол кезде бухгалтерияда әр затты атымен айтпайды. Мысалға, кассаны ұмытып қалдым, 11-10 деп айтады. Ақшаны 13-10 деп айтады. Ғимаратты 89-10 деп кодпен айтады. Менттер сияқты екен ғой, И соны бізге жаттатқызатын, короче. Мен мұғаліміме айтамын да, мен бұны бұл 70. Мен айтатын том, не істеймін мен бұны жаттап, когда ол 11-та маған списокқа здание деп жазып атқан кезде ол здание дейді, автоматым шығады, мен бұны жаттап не істеймін деп ерегіскенмін ғой. Просто обидно, сен 2010 жылы бухгалтерге оқып атсың, который 2014-те сен бухгалтер боласың по плану. И сені оқытып атқан кітап 83 жылғы. Сен бітірем дегенше ол бухгалтерия тағы өзгеріп кетеді, короче. Ішіне кітап өзгеріп кетеді. Сонымен ерегістім да, ең соңғы отчислениеға барды ғой, короче. Жаңа анау есеп пен аудит дегеннен шығады ғой, мен де бітіргенім сондай ғой, мамандығым. Бірақ мен вообще оны бүйтіп барып оқыған жоқпын мен ше. Тазасы просто подаркқа келіп диплом тазасынан берейін міне. Короче, мен оны алдым, Аралда налоговыйға жұмысқа тұрдым. 2008 ба деймін, 2008 или 2009. Жоқ, 2009-2010 сол жылдар. Сөйтіп, мен ана ішінде картоп жардым, короче. Не ішейін білмейсің, жүресің, просто ана жаққа барып келем, мына жаққа барып келем жүресің да. Операционный зал бар ғой, ана опер зал. Сияқты отыр, бір күні бір поездкеде кімнің бізді Данияр бар ғой, Бекжан. Соның паспорт жоғалып қалады, короче. Мен оны тауып аламын да қалтама салып қоямын. Сөйтіп іздеп жүреді. Енді ол кезде жаңа Каспий деген жоқ, бүйтіп көрсетіп билет ала қоятын, бір жерге барайын. Жаңа не деп
өзі андай паспорт бересің ғой енді, кассаға барып аласың билет. Сөйтіп мен оны алып алдым, сосын домашкасіне звондадым, жұмысқа отырып. Алло, Данияр, қалайсың? Сенің паспортың жоғалып қалып па еді не? Деп едім, Қазалыдан шығып жатыр екен. Сол сен папаңмен келіп арыз жазып кетсейші ішке деп ше. Папасы екеуі келді. Ойлашы, арыз жаздырып алдым. Іште отырып ше. Мен пәленше, осындай. Мен әкесімін деп қол қойдыртып бәрін ше. Болды енді 2 күннен кейін құдай қаласа келеді паспорттан. Болды шынымен келеді ғой, иә келеді. Енді шыдамадым ше, бір жарым күн, енді 1 күн қайттан звондадым. Данияр келсе, паспортым келіп тұр. Папасы келіп екеуі алып кеткен ше. Айттым ба сосын? Айтқан жоқ. Осы тұрғанда айтпадым. Просто есеппен аудит деген енді миыма келіп жатыр. Ол қанша орталықта ішкенсің да ше. Есеппен аудитті ойламайсың ғой. Ауди ма бір Короче, айналып келгенде қаржы факультетінде оқып жатқан адамдарға беретін кеңесім дополнительно 1С курсын обязательно оқу керек, егер сол салада жұмыс істеймін десеңіздер. Сосын дело производства деген пән бар. Соны мен сол заманды қатты зубрить етіп оқымағаныма өкінем. Дело производства құжат рәсімдеу. Шапкадан не деп жазылады, мына аяғынан қанша сантиметр, мына жақ қанша сантиметр. Ол соның бәрін мен оқимын, білемін ғой. Қатынас хат қалай жазылады, сенім хат, бірақ моментінде қиналдыңыз ғой енді, образец. Ондай оқыған жоқпын өткен мен. Келгеннен кейін бір оқыдым. Иә, сол дело производства деген сабақты өлтіріп оқып алыңдар. Ол қай салада жүрсең де Таймспен жазуың керек деген сияқты әңгімелер. 14-ден жазуың керек деген сияқты. Оны ше басыңа түскеннен кейін білетін сияқтысың ше. Сол Күләшкенен маған айтты ғой, мынау сен кім болсаң да керек болады, сен соңға барып арыз жазған кезде де мына знание саған керек болады деді. Ой, жігіттер, мен ана қутық қой, ана жұмысқа тұрып жатқан кезде жұмысқа өтініш жаза алмайтын адамдарды көрдік қой. Біреу арқылы келген, өтініш жазып, мені осындай қызметке алуыңызды сұраймын дегенді, біреу жазып берген моменттерді, анау барып қол қойған моменттерді көрдік та. Өшіреді ғой, қарайды не қылады. Сосын мен естігенім, сол айтылған жоқ қой, білмеймін. Естіңіз ме? Қазіргі балдар қол қоя алмайды деген дейсің. Подпистері жоқ қазіргі балдардың. Подпис қою білмейді. Қалай қояды оны білмейді, короче. Олар қойып көрмеген, өйткені біз бұрын қоя беретінбіз әр нәрсеге бірдеңе. Қазіргілерде ондай нәрселер жоқ қой, бәрі электронный қылып тастады, не қылып тастады. Подпис қоя алмайды, короче, олар. Ауызша деген білген. Типа қол қойған бар деп айта алмай ма сонда мысалы? Айта алмаймын. Жоқ, ол балдарға қол қойған бар деп сен айта аласың. Сен айта аласың, оларға қол қойған бар жастарға деп ше. Ол саған айта алмаймын. Иә, ол саған айта алмаймын. Өтірік қол қоятындар ғой. Жаңа Дей салатын ше кәдімгідей. Бухгалтерлер жайлы айттық қой. Бухгалтер деген өте мықты мамандық қой. Ана сенің ақшаңды, заңсыз ақшаңды заңды қылады. Бар ақшаң жоқ қой. Бухгалтерлер туралы бір приколым бар ғой, мен білесің бе? Жоқ, білмеймін. Жай. Мен мамам бухгалтер, жай. Жақсы, оны задним числомен қайсысы болады екен дейтін. Задним числомен документ қаттайын дейді ғой десең. Мен мамам да папам да бухгалтер. Жай. Мама 2018-де бухгалтер года алған республика бойынша. Мықты. Біздің мама деген, ой. Бірақ енді андай есеп қисап қой, бәрі шаршатып жібереді адам, соң мам тасыш деп андай қолдан пенсияға шығарып алдық. Иә, ол неге айтып жатырмын? Жақында сендер өздерің жігіттер су алып жатқан аймақтарға барып қайттыңдар. Ол туралы қазір айтып берсеңдер. Сонымен қатар бухгалтерлер дегеннен шығып жатыр ғой. 1 миллиард қаражат ұрланыпты. Соны бір 5 адам бөліп алған дей ма? Ой, бұлар емес. Мәлімет болған. Бұлар алса өтіп ұтпайды ғой. Біздің антикор соны анықтап, құрықтаған, әзірге енді іс жүріп жатыр. Сонда ойлаймын да, қалай бір дәттері барады екен деймін да, ана жақта су алып жатыр дегенде, жаңа кому война, кому мать родная деген сөз бар ғой енді. Енді өздерің көріп қайттыңдар. Чё почем? Соншамалы тарқатсақ. Біз батысқа ақшалай жібердік та, Петропавлға бардық өзіміз. Әлекең бар, мен барым, команда бар, ошым 10 шақты адам. Петропавлда, короче, енді көзбен көргенімізді айтайық. Петропавлда қарапайым халық, адамдар жұмыс істеп жатқан жоқ дамбаның басында. Тек солдаттар, МЧС, полиция, кім жұмыс істеу керек, солар жұмыс істеп жатыр. Өз жұмысын істеп жатқан адамдар ғой. Әркім өз жұмысын істеп жатыр, короче. Ал халық болғанда да пацан балалар, 15-16 жаста балалар, қаланың ішінде безопасный жерде, складтарда, фурадан зат түсіру, сондай жерде жұмыс істеп жатыр. Сосын судың маңайына гражданскийларды вообще жіберіп жатқан жоқ.
бізді кіргізбеді мысалы. Біз барғанда айттық, біздің негізгі мақсатымыз, міне жігіттер, гуманитарный помощь біздің атымыздан, біздің таксопарктың водительдерінің атынан. Бірақ біз негізгі біздің мақсатымыз видеоға түсіру, халыққа көрсету, освещать ету, не керегін сендерден сұрау, и соны біз арқылы халыққа көрсету деп ек. Жігіттер, зачем это? По телевизору показывают, газеты пишут. Такаев вчера приезжал, все увидел, все. Зачем сендер айтып? Нормально бәрі дейді. Салыстырмалы түрде қарағанда халқы өте спокойный. Сосын еще Петропавлдағы масштаб, енді, чтобы вы понимали, дейді, қалаға кіріп кеткен ғой уже. Суды джип кешіп өте алмайды, Таралға тиеп алып келатыр бізді, и кәдімгі Петропавл деген табличкадан қалаға кіресің ғой, су деген кетіп қалған. Страшно енді. Сосын қала былай ғой, жоғары төмен деп орналасқан ғой. Иә. Жоғары жақ аман, төмен жақ суға кетіп қалған ғой. Көбісі сондай ғой. Енді оны алдын алып жатыр ма? Енді былай. Алдын алып жатқанда сол жанында вояктар жұмыс істеп жатыр. Бізді вертолетпен көрсеткісі келді. Моментінде жаңағындай бір өзгерістер болып қалды. Мына ұша алмай қалдық. Бірақ дронмен ұшырып көрсетті. Жаңа видеоға түсірейікті деп тұрған кезде айтты. Нені көргің келіп тұр? Пожалуйста, мен қазір дронмен ұшырып түсіріп берем. Ол біздің безопасностьімізді ойлап тұр. Жалпы бірақ ашық қой, кез келген ақпаратқа ашық, иә? Ашық айтып отыр. Сосын олардың айтып отқаны негізі халық жаңағындай ғой. Көп о жақта мен шамалы бір әзілдеп қалғам негізі. Дәу үй салдым дейді. Орыстардың айтатын әңгімесі дейді. Дәу үй салдым. Неше қылып салдым, 5-те 3 қылып салдым дейтіндей сияқты. Плановый. Үйлер солай ғой, основном енді. Түсінікті ғой енді, шағын үйлер. Орыстың үйлері ғой енді. Сондай көп енді ондай үйлер. Бірақ соның ішінде коттедждер нелер бар ғой әрқайсысы. Бірақ айтқаны сол жердегі біз бір апта бұрын су келеді дегеннен бастап қанша рет айтып жатырық дейді. Көшіңдер, заттарыңды дайындап қойыңдар, ертең осы жерге дейін су келеді деп көбісі сенбеді, көбісі үйінде отырды, көбісі шығатындар шығып кетті дейді. Мысалы бір таксистке мінген кезде орыс айтты ғой, біз алдын ала 1 апрельден бастап деді ма? Иә, уже квартираны алып снимать етіп сөйтіп қойдық дейді. 150 мың теңгеге деді сол кезде. А қазір деді, уже 250 мың болып кетті сол квартира. Біз снимать етіп қойдық дейді, ертерек дейді. Жоқ, қымбаттаған. Жоқ, былай айтты. Біз әдейі сұрадық. Мен түсінбейтін едім ғой. 250 мың баға өзгеріс бар ма деп сұрадық әдейі. Жильодан, продуктыдан, басқа нәрседен, такси деп өзгеріс жоқ деді. Енді қымбаттамаса, білмеймін, жильо қымбаттауы мүмкін деді. Өйткені ойлағаннан да көп үйді алып кетті су деді. Мен бірақ бізге ескерту келген кезде мен снимать етіп қойғам деді. Квартира снимать етіп қойғам деді. Сондайлар да бар ішінде. Сосын көбісі жаңағындай. Біз ана кіре алмай тұрдық қой, мына бет жағында адамдар деген халық тұрып просто келеді, өзінің үйін көргісі келеді, заттар қалып қойған, біреулердің жаңа иті несі қалып қойған деген сияқты. Бірақ ана қайықпен барып дронмен аралай деген бүйтіп. Кім қай жерде бір ит бірдеңелер, мысық бірдеңелер тұрма, соны бар айтады, мына көшеде мына деп. Сонымен қайықпен барады да жаңағыдай алады да қайтадан құтқарып келіп жатыр ғой сөйтіп. Иә, мысалға су мына жерге келіп тұрса, осы жерден басталып тұрса, анау универсам неше метр? 500-600 метр ма? Сол жерден бастап жабық уже ше. Анау жақтан бастап жауып тастаған бері қарай өткізбейді. Халық сол жерде келіп, мен итім қалып қойып еді дейді. Соны сопровождениемен мына жерге дейін келеді. Адресін айтады, дрон ұшады. Итінің конкретно тұрғанын көреді дрон. Сосын ғана қайық барады. Жоқ болса бармай қозғалмайды. Құр іздеп жүрмейді, короче. Сендер не апардыңдар енді құпия болмаса? Біз енді алдын ала сұрадық. Акимат список берді. Бірақ күнделікті өзгеріп отырады ол список. Өйткені Шымкенттен жігіттер барып жатыр, түркістандық таныстарымыз барып жатыр. Список күнделікті обновляться етіп жатыр. Бірақ біз мынандай өзіміз логикаға салдық та, су жетіспейді, кстати. Су алып жатқан жерде ауыз су жетіспейді. Көп ауыз су алдық. Продукты, гигиенан заттары деді, көбінесе жетіспей жатқан. Шампунь, мынау памперс. Сосын мынандай бір мектепке бардық. Ішінде адамдар халық тұрып жатыр. Памперс міне деп бүйтіп газельден алып беріп жатсақ. Это 5-й размер. Нам 5-й не нужен. 4-й беріңіз.
міне четвертыйды алып қалайық, мыналар керек емес, жетеді деп керегін алады да керек емесін алмайды, короче. Сосын бір-ақ адам қабылдап алады, бір старший мектеп директоры сол қабылдап алады, керек емесін қайта. Басқа мектептерде бар, сол жаққа керек шығар деп тым таласу, ондай не жоқ. Ұйымдастырып тастаған екен ғой, иә. ұйымдасқан Өте мықты. Өте мықты. Сосын бір қырғын не жоқ, кәдімгі таласу, деп атады. Енді біз бір моментінде тек біз жаңағыдай прокладка деп жаза алмай жатқан шығар, списокке курсын ала салайық деп алғанымызда техничный тығып беріп жүрдік. Ойбай деп. Ойбай деп біреудің басы жетті ау деген соң. Соларды алып қалып, апарған жердің барлығы алып қалып, боецтарға мысалға су анау мынау беріп жатырық қой. Қайтып баратырық та магазин жанына өтіп барады. Еба, қанша еркек жүр. Темекі жоқ қой бұларда деп магазиннен пачка темекі алып, жігіттер мына от души деп гу больдің үстінен бас жібердік та. Ай деп қалды да аналарда. Ән жергеше бір қап насыбайды лақтырып жүрсе. Насыбайды таппай жүрсің қазір. Енді былайша келгенде анау осындай неде бар деп ұстап бересің. Бір өзің көріп, өз көзіңмен көрмесең, біз қаяқтан білеміз? Біз видеодан, көбінесе TikTok-тан білеміз да. Енді жалған ақпарат па, ол рас па, тексере алмайсың ше. Көптеген нелер тарады, біреу әкіммен ерекше жүр, біреу басқаға жүр, бір видеолар жергілікті билік органдарын дәрменсіз көрсетіп жатыр, біреулер адамдар там қабырлап жүр, ақша ұрлап жатыр деген сияқты ақпараттар тарап жатыр. Енді өздерің білесіңдер, қазір бізде Қырғызстанда TikTok әлеуметтік желісін шектеп тастады мүлде. Қырғызстан территориясында TikTok жұмыс жасамайды енді мүлде. Енді Қазақстанда да сол мәселе көтерілді. Енді мен өз пікірлерін білгім келеді да. TikTok-ты бізде жапқан дұрыс па, әлде қажет емес па? Мысалы, ақш-та үлкен сот жүріп жатыр TikTok-тың ашқан адаммен. Негізі сингапурлық азамат ашқан, бірақ Қытайдың серверімен жұмыс істейді. Қытай компаниясы как пасне ретінде. Енді ақш-та TikTok үлкен рынок қой енді TikTok үшін. ақш-тың конгресі, сенаты бұл бізге зиян, демократиялық принциптарымызға біз жайлы ақпаратты алып Қытайға беріп жатыр дейді. Ал оның бастығы айтады, сендер демократиялық елсіңдер ғой, біз сонда нарыққа кіре алмаймыз ба? Сендер просто бізді басқара алмағаннан кейін запрет қойып жатсыңдар деп, олардың қаруын өзіне қарсы пайдаланып жатыр да. Сондай бір үлкен бір қозғалыстар жүріп жатыр. Енді Өзбекстанда TikTok тоже шектелген, бұғатталған. Бірақ деген өзбектер қырғын отырады ғой TikTokта. VPN қойып пайдаланады болды. Қырғыздар по-любому пайдаланады ғой. Мысалға запрет қойылады TikTokқа, бірақ TikTok пайдаланып отырған адам ұсталса не істейді? Смотря қалай отқанына байланысты ғой. Қолын қайырып кірсе, қолын қайырып, ол әңгіме сот болып, жабылу деген бар емес па? Өзі бір айналдырған бір 30-40 шақты бір стример бар, соларға байланысты деп ойлаймын негізі. Шашын алатын, қасын қырып тастайтын, голый жүгіріп өтетін солардың шапалағын беріп алу керек та. Или солардың бір 2-3-ін сотта жіберу керек, и содан кейін ашып қойып отыра беру керек та негізі. Негізі солардың кесірінен сияқты деп ойлаймын өзім. Енді бізде андай көп қой, консерваторлар көп, ескіше ойлайтындар, олар сол нәрсені қабылдай алмайды. Кеше мысалы бір кемпір талқыға түсті, TikTokта отырып, үлкен апай, біраз енді хит болып кетті, қазір трендте жүр. Сондай нәрсе сынға алады да. Мен ойымша TikTok'ты шектемеген дұрыс сияқты. Иә. Тұра берсін, бұл біреудің TikTok-пен үйін салып жатыр ғой. Былайша біреудің табыс көзі ғой, былайша жақсы инструмент игілікке пайдалану керек. Осы сен мамаға айтқан TikTok-тың несі жайлы, алгоритмі жайлы Қазақстанға кілең рекомендацияға бір бұмайған видеолар шығарады да, өз елінде кілең пайдалы ақпарат шығарады. Образовательный, пайдалы ақпараттар, сауда, ден сау нәрселер. Оларда бірыңғай сауда ғой, сондай көп шығады. Енді оларда да бар ғой өздерінің зверлары негізі. Просто бізде халық саны аз болғасын, біздің зверлар шамалы қаттырақ көрініп тұрады да. Мен ойлаймын, просто жаңа кім TikTok'ты бұғаттаумен айналысқысы келіп жатқан адам. Бір 20 адам, конкретно сот жоқ, бір 20 адам дайындап, жаңа стримерлар үйіне барып шапалағын беріп тастаса, сол әлдеқайда арзанырақ шығады, әлдеқайда дұрысырақ болады деп ойлаймын. Олар да арызданып ештеңе істей алмайды. Просто бірдеңесін купальник. Негізі жабылмаған дұрыс қой негізі. Енді бағана кеше Моңғол екеуміз өлдік күлкіден. Бір қыз на картах отырып алған, бұтын ашып. Бір-екі жұмыртқа қойып болған алдына. Астына өзімнің әтешімді іздеймін деп жазып қойғанда, қот. Просто сөйтіп отыр.
ар жағын айтпайды. 490 адам қарап отыр соны. Сол ғой, Сука, 490 адамға анау қызық. Просто жаңағы біздің зверларды кінәлаудың қажеті жоқ. Бәрін құртатын соны қарап отқан 490 адам. Оны ешкім көрмесе, ол өйтіп отырмай қалады әрі қарай. Қой нахуй, ешкім көрмейді істеймін. Дауайыппын ба дейді. Ал сен 490 адам сені бөле деп қарап отқасын. Мен күшті істеп отырмын. Жоқ, сен қай уақытта көрдің оны? Қай уақытта осы? Сағат нешен кезі? Кешкісін, кешкі уақыттарда где-то. Кешкі уақыт, ол түнгі уақытта үшін ол 490-ны көбейеді шығар. Енді сондай ғой. Жаңағындай ғой. Біреуді жаңа неде отқан адамды кінәлаудың қажеті жоқ. Жоқ, 490 адамды өйтіп, жаңа ұстайтын болсаң, ол кезде TikTok жаба салсайшы. Одан 20 адамды ұстап алып істеу керек те. 490 адам. Сука, проблема мынада ғой. Соны көріп отырған миы жұмсақтау біреу бөле мынау өйстіп отырады екен, адам көп көреді екен дейді. Ертеңіне ол да дәл сөйтіп маймылдан отырады, тауықтанып точнее. Просто мекендепті, мекендеп. Анау қыз тұрады да, Алижан бірдеңе дейді да, дарт осырады, оны 2000 адам көріп отырады, подарканы атып отырады. Ол осырақ қыздың не кінәсі бар енді, ол осырақ қойында әшейін. Қалай келе береді екен осырағы? Поддерживать етіп, поощрять етіп отырған 2000 адамдағы проблема ол баста просто ше. Не, ол да бар, сосын анау отырады да, мысалы екеуміз ойнап отырсақ, мен отырып қалсам, сен адамдардың астында адамдардың жазады да, давай мынадай тапсырма бер, мынадай тапсырма бер деп, соған байланысты ол да ше. Енді алдында анау бір нені голый жүгіртіп жіберді ғой бір, деп өткізіп жіберді ғой. Соны просто бір 5 адам айтты ше, голый жүгіріп өтсін ана экраннан деп болды. Мен соны қарап отырмын, и сол жүгіріп өтті анау ше. Подарка атқан адам. Еркек па, ел ма? Еркек. Ойынды ұтып берген адам жазады ғой, короче. Вот басымнан өткен адам ретінде. Біреу вообще левый біреулер ойнап отыр. Очколары какой-то бір 30-да 40 ба сондай отыр. Сөйтем да мен бір корона жіберем, ана ұтып кетеді. Корона деген 100 монета 500 теңгенің заты. Оған 250 теңге болып түседі, иә? 250 теңгеге ұтат анау. Сөйтеді, ал желаниемді айтайын, братан, не істетейін дейді. Өзі 3 адам отыр, зритель. Мен тұрдым да маңдайына ПТК деп жазсын дедім. Маркерді алттан қыз, әп-әдем қыз маңдайына ПТК деп жазып алды да, сонымен отырды. Сонда біреудің маңдайына жаздырып жіберу 500 теңге. Сондай да, ондай. Еще әдемі қыздың. Сен анау-мынау емес қолдарынан. Таңбалап тастадым. Иә, бізде халық аз деп, осы жақында, жалпы енді біз білеміз, Қазақстанда 20 миллион халық бар, соның 14 миллионы қазақ болыпты. Былайша қуанатын жағдай, 14 миллионы қазақ болған. Соны айтайын деген болмыз. Қай анау оңыз? Жоқ, шыңғып, мысалы бізге халық саны көп болған сайын, ұлы адамдар туылу ықтималдығы жоғары болады. Яғни, мысалы, 30-40 миллион адамнан, мысалы, тұлғалар шығу жоғары. Әли Әшім деген қарайтын бәрім? Журналист. Я, сен бөлістің ғой айтпақшы. Мен сол сен бөлістің. Неге қазақша сөйлемейміз деген несін ютубта бейіндандай дайындаған ғой кәдімгідей. Бейне шолу ғой. Мен кәдімгі орысша сөйлейтін қазақтарды кінәламайтын болдым содан кейін. Анадан көргеннен кейін. Бізден әбден саясат сол бойынша саясат жүрген екен. Қатты кәдімгі. И жаңағы сол статистика ғой, жаңағы 16 миллион қазақ қанша болды дедіңіз? 20-дан? 14 миллион ба? Сол нешінші жылдар? 1930 жылдары ма? Соны ашаршылықтан кейін біздердің саны примерно 4 миллион ба? 4,5 миллион сондай қоқан қазақтардың өзінің саны. И сөйтетті, одан 1,5 есе көп орыстар да кеп, әртүрлі ұлттар да кеп кіргізіп жібереді бұрқытқызып Қазақстанға. Қоныс аударады ғой, Хамза отыр ғой. Жоқ, солай ғой, соны кіргізіп жіберген да. Өзі келмеген шығар, жас қой. Қай жылсыз десең? 23 десе. Бүкіл құжат айналым орысша ғой сосын. Жоқ, сосын зиялылардың бәрінің әйелдері орыс. Сол бір енді мысалға жаңағы Сәбит Мұхановтың қызы сөйлеп отыр. Қазақша өлмейді кәдімгі. Орысша сөйлеп отыр.
жаңағы Молдағалиев қызы қазақша білу керек деген міндет бар ма? жоқ енді просто сол тіл жанашырлар кезіндегі нелер ғой сондай сияқты ярлыктар бар ғой енді үлкен тұлғалардың қыздары балдары сөйлеп жатыр да сол именно сол видеоның ішінде мен кәдімгідей көрдім да содан кейін түсіндім короче олардың бәрін енді тек просто қазақша сөйлеуді сәнге айналдыру керек болды соған жұмыс жасау керек иә просто сен толық қазақша сөйлей алмайсың бәрібір иә дегеннің өзі мысалға немісше оны айтпаған я деген немісше ғой я деген немісше деп жүрген как будет да на немецком деп жүрсіз ой немесе я десеш еще одан жоқ немістерде я деген қандай болады деп сен да деп іздесең сен по-любому да деген немецкий болып сияқты ғой ол дыбыстық үндес мысалға Иван орыстарда Иван француздарда Жан немістерде Йохан ағылшындарда Джон деген сияқты мысалға yes я уи си бізде я мысалы немістер я деп айтады си деген бізде вообще басқа си деген нота емес немецкий деп отырса как немецкий ауди деп отырса я сен шығарып беремін как будет си на немецком десе тың деп нотаны жоқ шыр деген дауыс шықса тізені бүйтіп көрсетіп қалып оқаушы фото шыға беремін қайта біреу тосып отқан я дейін десе тізесін бүйтем просто мынаның орнына я деген немісше емес екеніне сонда спорларың бар ма? бар ғой әрине бар деген вообще пиіп ішетін жер баяғыда білесіңдер ма кафе бар деп тұратын еді ғой бізде содан кейін кетті ғой білесіңдер ма балық бар көмір бар деп бар дегенді сонда біздікілер ес деп түсінген ғой басында иә қай көмір бар деген кәдімгі көмір бар деп іште деп айтқан жазған қой бар деген сияқты ғой короче тоқты бар деп қояды енді сен ол жерге семіз қой бар ішіне кірсең семіз қойлар отырады семіз қой бар бүйтіп енді сен жоқ нәрсе жазып қоймайтының анық қой енді көмір сататын жерге мысалға жирафтың корымы деп жоқ деп жазып қоймайсың жоқ көп нәрсе жоқ сатылады деп тұрады тұғын ше сосын шынымен сондай болып кетті көмір бар нан бар деп сондай болып кетті кафе бар дегенде бұлар ес кафе деп түсініп қалды да солай ойлайсың ба мен қате пікір деп ойлаймын сен қалай ойлайсың мен ой жоқ қой менде ой болса оттаймын жоғары жерде ой болса оттай ма эскобар туралы тығып үлгермей қалдым ғой айта берші болды не айтасың эскобар жаман адам ғой негізі білесің ба Колумбияда мысалы ұқсайсың соған вообще сондай бандиттарды жақсы көретін адамдарға мен таңғаламын ол біздің елдің батыры дейтіндерге ше ей адам біреулерді қылғындырып қинап ақшасын тартып алып бір бизнесін жүргізіп жатқан адамны қылғындырып утюг басып 10 миллион теңгесін алып қояды да мысалға әйелін байлап ұрып 1 миллион теңгесіне міне деп халыққа көмек қылып беріп жібереді соған батыр деп кететіндерге таңғаламын бізде сондай идеализация жаман адамдарды ше кумир қылып сосын бәрі киноның кесірі да кинода бандиттерді андай романтизациямен көрсетеді ше бригада болсын бумер болсын рэкетир болсын жаңағы нарко деген сериал шықты ғой нетфликсте эскобар туралы ше андай бір мықты тұлға қылып көрсетеді да там системаға қарсы шыққан хотя оның самолет жарғанын айтпайды пассажирлермен теракт жасағанын айтпайды ше эскобар нормальный адам қырып тастаған ғой біраз адам қырып тастаған президент болмадым деп сайлауға түскен ғой сол өз еліне президент болмадым деп менттерді мамалатқан емес па иә кәдімгідей сондай нәрсе бар бізде сондай жастарда соны кәдімгі идеал көреді қылмыскерлерді идеал көреді солар авторитет оларға ана мектебінде сабақ өтіп бүйтіп білім беріп жатқан мұғалім авторитет емес та райондағы братандар авторитетші сосын жаңағы үйдегілер енді мұғалімдерден де бар енді бар оны не қылмаймын бірақ пример мысалы үйдегі ата ана ішіп еңбек ағайды білеміз ғой қалай қалай сен оның қасында эскобарды жақтырмай тұрсың математикте ағайлар бар ғой нормальный в общем мысалға ана сен тыңдай ма негізі оқушылар ол ше мұғалімге байланысты в общем менің подходым маған емес мұғалімдерге десе демократичный подход керек біз баланы тұлғаны
авторитарны ұстаймыз да, мұғалім кіріп келді, мұғалімдікі дұрыс деп ше. Сосын мұғалімдер де қате жазады ғой тақтаға, сосын оқушы қатесін тапса соған ұрысып тастайды ше да, өзім авторитетім түсіріп отыр деп ойлай ма ше. Сөйтіп шығарып жүрген мен сабақтан. Ол дұрыс емес қой. Қайта оны наоборот поощрять надо, оқ кешір. Мен қателеспін де, бізде просто ана Оның аты Айжан Абласкарна. былай да разрыв ұстағысы келеді да, наоборот оқушылармен бірдей болу керек ше. Маған адам болмайсың, не ол? Мен депутатпын. Что там? This shape iPhone. Там жыртыламайтын болсаң да. Наличкаға деп. Наличка. Таза су атак деп ше. Жазуы жоқ. Оларға мұқтаж емеспіз. Біздің мұғалімдердің ошибкасы сол да. Адам болмайсың деген нәрсені сен кесіп айта алмайсың, өйткені оның болашағын білмейсің ғой. Просто мұғалімдерге попроще болу керек. И андай баламен тең болу керек қой, демократично қарау керек қой бәрі. Миым жетпейді маған Эко баланы ұрамайсың, өйткені ол Эко емес. Эко бала дей ма? Мысалға ше, Эко бала. мен туылған балалар ұрамайсың дейді. Шынар Берханна деген мен мұғалім болды, ұйым экономикасынан берді. Өте білімді, бірнеше тілде сөйлейді, әдейім сөйлейді, еще сленгтар қосып сөйлейді, надо будет саған үстіңе қосып прикол тығып жібереді. Но при этом қатал болатын. Страшно қатал. Бірақ сол мұғалім бәріміз жақсы көретінбіз ше. Оның қасында бір мұғалімдер сөз шыбынның дауысы деп мазған. Шыбынның дауысы ше. Сол таңғалам, ей нахуй деп қалай айтпағанбыз деп ше. Шыбынның дауысы ол малсың ба? Шыбынның дауысы деп біреу деп салып тұрса. Мұғаліммен бірге ше. Мұғаліммен бірге шулап отыр. Шыбын дауысы керек болып тұрса. Учебный. Екі бала сияқты ма? Жоқ, мұғалім. Мысалы сен математикасы физиканы сабақ бересің, оның 30 баланың екеуі ғой білетін физиканы, қалғанына физика қызық емес. Сен қызықтырасың, қызықтырдың, қызықтырамасаң, хотя бы на уровне ұстап тұруың керек, болды. Оларда деп беріп керек емес ол. Мен баяғыда химия пәнінің дәптері бар емес па? Сол дәптердің басына химия қиын, ашиды миын жазып қойдым өзім. Сол болды, оқымайтын сосын. H2O деген жерден қалғансың ғой. Өзі сол бірінші тема еді ғой. H2O деген. Жоқ, мен H дейді 2, O тұр деген ғой. Бітті сонымен деп па? Химия курсы аяқталды. Химия курсы. Мен химиядан мынандай болған көз. Дәптерді ашып отырып, балалар колбаны алыңдар да. Колбаны. Хотя колба жоқ. Натрийді гидроглюкокарбонатқа қосыңдар Сен дейді. оқыған екенсің ғой, нормально біліп отырсың ғой. Ойыннан шығару. Натрий деген бар. Натрий деген ең жұмсақ металл. Гидрокарбонат дегеннен Соны қосыңдар дейді, короче. И сен ойша деуің керек та, сон не шыққанын жазуың керек. формуласы бар шығар енді. Хотя ана кітапты жазып жатқан адам елестетті, ертең балалар, Қазақстанның оқушылары, мынандай очки киіп, ақ халатпен қате қосып қалып, бұрқытып, беті қап-қара болып шаштырып кетіп, сөйтеді деп. Бізде, сука, химия сабағында шприц көрген жоқпын мен, не то что колба. И бізге сон маған керек па осы дейді. Как будто ол маған керек. Маған керек. Айтқым келетші, апай, мен ертең дәрі бірдеңе ойлап табатын планым жоқ мен. Бірақ әлі күнге дейін химия жаңалығы ең көп ашылу ықтималдығы жоғары ғылым. То есть физика, математикада енді примерно бәрін дәлелдеп тастады, но химия командай түбі жоқ нәрсе ғой. Әлі зерттеле ана не сияқты ғой, космос сияқты ғылым ғой химия ше. Кете береді, ол новый заттар шығады, ананың заменяющий ше. Пластмассаның орнына тағы бірдеңе деген сияқты тоқтамайтын нәрсе ғой. Если бір бала ғылымға қызығушылық білдіріп жатса, химияға бағыттап жүрген дұрыс ше. Негізі. Бала химия бітіріп. Ой, так, Қызылордада. Так, бізде қазір не? Так, бізде керек емес десе. Лучше Алматыға көшіп кетеміз. Жоқ, бүйдейді, қарсай. Химия бітірді, так, такси болады десе. Жоқ, химия, физика бітіргендердің
көбісі источник болып кететін сияқты. Өйткені байқайсың ба, бірдеңе істеп жатады да өйтіп ше, темекі себетіп. Соны да білмейсің ба, физика оқымаған. Или мойщик болады. Блять, сука, Ана екі пенаны қосады ғой, білесің ба? Екі пенаны қосып бірдеңе шашады ғой. Или насвайщик болады, ше суға бірдеңені түкіріп ше бәрін араластырады. Бәрін араластырады. Мынаны ішсең өліп кетесің деп па. Жоқ, жігіттер, су тапшылығы келе жатыр да. Жоқ, жаңағы химия бітірген адам не болады өзі? Су тапшылығы келе жатыр алдағы уақытта. Мысалға, капельное орошение деген тема бар. Яғни суды үнемдеп пайдалану, оларды резервуарда ұстау деген сияқты көп қой енді. Сосын дәрі-дәрмектер. Мысалға бізде ертең дәрі-дәрмектер жетіспеушілігі пайда болады. А бізде дәрі-дәрмек жасайтын элементтер көп. Прям өте көп. Қызылорда жерінде, Қазақстан территориясында. Мысалы бізде Шымкенттен дәрі шығарады. Енді радой біздің қазақстандықтарға дәрі шығартып қатты рисковать етпей ақ қойық деп ойлаймын мен. Енді келе жатқан шығар, сонда мен мысалы позитивно ойлағым келеді. Бізде еврейлер бар ол үшін, солар ойлап тауып береді, біз соны копировать етіп жүре береміз. Может, просто андай өзімізден бір нәрсе шықса дейтін, жастарды бір жақсы шақырай бағыттап, мысалы біз қазір жеңіл нәрсе көп қой, барлығы бірден сәттілікке жеткісі келеді, жаңағыдай айтады ғой. Қот деген сияқты ғой. Бандитский Петербургта антибиотик айтады ғой. Только что с гор спустились и сразу хотят на Мэрин пересесть деп ше. Сон сияқты жастар, яғни. Көрдің ба? Сіз салып бірден көтеріп. Сен әдейі сөшеге отырған сияқты ғой. Бірдеңе ұқсын деп осып алады. Ана жақсы оқиды, мен жаман оқиды, отырыс па? Сен екеуісін қоғатсың. Жақсы оқиды, накс жақсы оқиды, мен нашар. Мен IT саласына көңіл бөлсе деймін. Сендерді просто нашар әзілдейтін мен жақсы әзілдейтін қатар отырған ғой. Я? IT-ге барайықшы. IT парк деген. Біреу айтып өтті, IT парктың сыртына өтіп атына, иттерге арналған парк па деп, ит парк деді. Ит мектеп дегендер бар ғой. Ит мектеп деген, е. IT-ға бардың. IT-ға барса деймін көбісі. Сосын бізге уже өзіміздің мұнайымызды өзіміз өндіріп үйренетін заманға жетсек, күшті болады деп ойлаймын. Химия ғой, в какой-то мере. Химия, таза химия. Химиктер соған барады. Таза химия. Дәрі деп жаңағы. Мұнайдың потенциалы деген мощный ғой, вообще любой нәрсе істеуге болады, бірақ 50 жыл ғой, осыдан кейін мұнай бітеді. Біз уже альтернативті көрсетіп. Жоқ, мұнай жетеді ғой. Енді 50 жыл. Арал жақтан қырғын табылып жатыр дейді ғой мұнайлар. Енді уже білмеймін, сен білесің ба? Білемін. Уже бұрғылап, 4-5 жерден бұрғылап кетті. Көшіреді дейді ғой Аралды. Жоқ, негізі енді осы жерде айтайыншы енді ше. Қозғаған кетірсің. Короче, осыдан 92-93 жылдары Япониядан келген ғой енді бір делегация ше. Сузуки ма? Жоқ, Йокохама емес. Танитын болсаң бөлші. Әлі араласатын болсаң нөмірі бар десе. Андай шашын артқа қайып қойған кісі ма? Әппақ аш кете қалатын. Ол қайтыс болды ғой. Жоқ, шал қазір. Жақсы оралайық. Сол, короче, келген, енді сол бір делегация келіп, именно сол Аралдың несін, бүкіл әлемдік экология болған жоқ па? Теңіздің тартылып кеткені, жаңа, ол тұз ұшып, солтүстік мұзды мұхитын ертіп жатыр, анау болады дегенмен. Сөйтіп сондай делегация келген кезде, сол кезде айтып кеткен ғой, мұнай бар екен. Сол кезде біздің үкіметке айтылған екен сондай әңгіме. Біздің аралықтардың бәрі біледі оны. Бізге 10 жылға Аралдың мұнайын бер, Аралды стеклянный қала қылып істеп беріп кетейік. Японский технологиямен. Сол артынан мұнай өздеріне қалады болды. 10 жылға ғана деген болды. Ары қарай керек емес деген. Өте ең сапалы мұнай сол жерде екен, короче. Ақ мұнай дейді? Жоқ. Қызыл мұнай, белуга дейді. Мұнай альбинос ба? Сондай екен. Сонымен артынан барып енді ол әңгімені біз кішкентай кезімізде естідік қой. Содан кейін кеше осы 3 жыл ма 4 жылдың көлемінде уже бұрғылап бастап кетті, шықты, ойбай не басталды. Сондай әңгіме болып жатыр. Халық қайттан көтеріліп жатыр деген естіген, просто мен сосын қайтып сұрап жатырмын. Вообще негізі сендер бізге нандайларыңды бере тұрыңдар, осындай жылға дейін, сосын сендерге өздеріңе тастап кетеміз деген келісімдердің көп пайызы қырғынмен аяқталған ғой. Бергісі келмей қалып, ше. Тарихты ақтарып.
Суэцкий канал сияқты 100 жылға берілген, сол сендерге қалады деген. 100 жыл өткеннен кейін бергісі келмейді ғой. Келісімге келген адамдар жоқ қой, короче, уже. Содан қырғын, бірақ документтерді ақтару арқылы. Оған ешкім Құдай деген сен атаң 2003 ба, мысалы, 2003. Атаң анатысын қайтарып береміз деген. Назарбаевтың тірі болды ғой. 2003, 2023. Ойбай, әлі тұр екен ғой десең. Бере салса болатын еді ғой деген ғой енді. Негізі Байқоңырда мысалы 50 жылға берілді, тағы 50 жылға ұзартылып жатыр ғой. Бірақ Байқоңырды орыстар тастап кетсе біз игере алмаймыз оны. Бізде оны. Не істейсің оны? Металлолом, үлкен металлолом болады. Сондай болып кетеді. Мысалы Аралда анау нелерше тастап кетпей ол металлолом болғысы келіп тұр ғой уже. Ұрланып кіріп алып шығып. Аралда кемелер бар дейсіз ба? Соның бәрін металлоломға өткізіп жіберген деген рас па? Кәдімгі кладбище мертвых кораблей деп кәдімгі оған туристтер келіп сөйтіп соған бола келген ғой. Болгаркамен барып кесіп жоқ болып кеткен ғой. Ана кейбір қалған бір 2-3 қайықты көрген шығарсың, әлгі сен барған кезде ана музей қылып істеп қойғаны бар, болды бәрін жоқ қылып жіберді ғой. Неге өйтті? Мысалы мына жақта ол кезде енді сондай болатындай заман бар ғой. Қарақалпақтар кәдімгідей ше, не туристический объект қойды ше, өзбектер ше. Букмекер, казино онлайн кеп өзін жарнамалайық деп ақша ұсынғанда келіскен кездерің болды ма? Или бірден отказ бердіңдер ме? Бірден сразу отказ бердім, маған 5 рет па келді. Қанша ұсынды сонда құпия болмаса? 800 мыңға дейін бардық. Бір әшейін сторис па? Бір емес, 4 сторис. 4 сторис 800 мың. Маған келсе екен деп жүрмін. Өзім ара салатын дейсің. Жоқ, шынымен 800 мыңға дейін. Просто айта салдым. 800 мың деп ше. 4 сторис онда деді ғой. Сендерге ше қоя салдым. 90 миллион. Не береді оның ішінде? 3 ай пиар. 3 ай пиар, полный видео, фото, күнделікті ПТК жаңалықтары шығып тұру керек. Күнде? Иә. Күлкілі емес. Похрен. Бәрібір. Күнде миллион ғой енді. Татыр, сонда сен ол кезде шамал сендер енді бастап жатқан кезде шамал болады екенбіз ғой. Относительно енді білет, халық жақсы біледі енді ол кезде. Видеоларымыз салғанымыз атып кетіп жатыр ғой. Енді бірден отказ бердің ба, әлде ойланып отказ бердің ба? Мен, короче, бірден 90 миллион берген жоқ. Анау бір видео қанша болаттан басталды. Содан саудаластым ғой, короче. Соны түбі келген кезде 90 миллионға барды ғой. 3 ай пиар 90 миллион. Менде даже в какой-то момент мынандай ой болды ше. Жігіттер 100 миллион беріңіздер. Мен сіздерге новый команда создать етіп берейін деп айтқым келіп ше. Который өзінің актерлары бар, несі бар, оборуды бар, машинасы бар, сценаристі, авторы, режиссері. Бір команданы құрап, бір 20 миллион кетеді жер. Е? 20 миллионға құрап, и сол сендерді қалады дәлші. Алып кетті сонда. Вообще солай істеу керек. Букмекерский конторалар ше. Біреуге блогерге төлеп жатыр ғой. Олар өздері создать ету керек просто ақшаны құйып. Блогерге ақшаны құйып жіберсең атып шығады. Пачка ақша ұстап, Дубайда деп жүріп видеолар салып тастап, бір-екі рет голый қызбен түскен былай WhatsApp-тан таратып жіберіп, сөйтіп жіберсе, бір звезданы алып шығу өте оңай негізі. Грязный хайппен. Грязный хайпты көреді ғой бізде. Иә, кезіндегі Мелстроймен қазір ана бір жігіт бар ғой, блогер. Литвин. Қайсар, иә. Сол сияқты болып тұр ғой, примерно. Сондай. Қайсарды көрдің ба? Может, даже мы не самые умные ше, солай жасалынып жатыр ше. Біз білмейміз просто. Бірақ енді мотив не болды отказ берген кезде? Просто басында келісіп, біз ПТК болып құралған кезімізде, дырамызда отырған кезімізде, сол кезде айтып қойғанбыз ғой. Сондай жарнамаламайық деп. Хотя ол кезде бізге біреу вообще реклама заказ бере ма білмейміз. Енді мысалы қазір Қазақстанда лудомания өте үлкен ауру, дерт, кәдімгідей көп адамдар бай болсын, кедей болсын, ауру болсын, сау болсын, жас кәрі, барлығы сонымен қазір күресіп жатыр. Әрбір отбасында орташа есеппен 3-ші отбасыда бір лудоман бар. Бәрін тігіп тастап жүрген, косякқа кіріп жүрген, сонымен күресіп жатыр. Енді оны білмеймін, санасына берсін дейсің, басқа дым дей алмайсың. Сонда біздің депутаттар ұсынып жатыр екен, 25 жасқа толмаған қазақстандықтарға құмар ойындарға қатысуға тыйым салыну жайлы.
бәрі күресіп жатыр деген өтірік әңгіме. Бәрі күресіп жатқан түр істеп жүр. Потому что это модно. Что значит күресіп жатыр? Кім не істеп жатыр? Олардың бәрі жабу. Біз мысалға видео түсіреміз. Лудамандарды енді өстіп сабайтын болып жатыр екен деп кеше. Я атты не қылды, бірақ ол лудоманияны тоқтатуға грамм пайдасы жоқ оның. И блогерларда просто, короче, это модно ғой. Лудоманияға қарсы бірдеңе түсіру модно просто. Ана ютубтағы нелер сияқты ма, обзорщиктер сияқты осуждаю деп отыратын ше. Болды ше, бар болған. Айтып келеді деген сонда. Я, біз достар қарсымыз, сондайға дей салады. Күшті қылып айтып келеді. Біз ондайға қарсымыз деп. Альфарттан отказ берген. Ойбай, не бар ғой? Бір видеоға. Футбол басталып жатқан кезде, Қазақстан чемпионаты басталып жатыр. Біздің білеміз, бірақ сіздер тігу ол сіздердің өзіңізге зиян екенін білдіреміз, соны қоса айтып кеткіңіз келеді. Бірақ бір қарғай келесі кезекте бірдеңе де бұл андай бұл жаңа ақша табу не емес, ақша табатын нәрсе емес, просто көңіл көтеретін нәрсе деп осы сәтті пайдаланып маған сондай бөкмекелер шықса мен келсем. Соны айтайын деген ғой. Мен 9 миллионға келсем 90 емес деп үй салу керек болып тұр. Үш айға ма? Төбесіне, үйдің төбесіне деп жазып қойса жазып қоямыз. Просто ставкаға деген здравый көзқарасты қалыптастыру керек сияқты. Негізі мен ставка тігем, достар, мен ставка тігем, бірақ мен никогда 500 теңгеден артық тікпеймін. 1000 теңге тіккен кезім 700 тікіп қалған шығар мен бір жерде. Бірақ 500 теңге тігем. Хочу коэффициентке. Кейде 3 коэффициентке. Кеше әлі екеуміз 500 теңгеден собрать етіп 1000 теңгеге тіктік мысалға. Ол біздің ақшамыз жоқта емес. Сол 500 теңге тігіп матч қарайсың ғой, ебана 500 теңге үшін деген қайна өлесің. Просто сондай көзқарасты қалыптастырсаң, именно сол ставка тігуге байланысты бұның кітаптары бар. Өзінің қалай тігу керек, қалай ұтыс шығару керек деген сияқты мен бір шамасын оқып шыққам, түсінбесем де орысша. Бірақ енді жаңа айтайын, просто оқып шықсаң ба, коэффициенттерді қарап ма? Жоқ, просто ол жердегі айтып жатыр да, негізі оны жаңағыдай әдет қылып алудың қажеттілігі жоқ. Жаңағыдай ғой айтып жатқан. Сосын көп коэффициент, біз коэффициент қолап кетеміз ғой біз деген. Біреулер бар кәдімгі үйіне кәдімгі жағдайын жасап, машинасын алып, несін жасап. Уже контракт алып қойғансың. Уже ше ма? Бұл да сондай екен депсің. Деп кетсең бе кәдімгі. Мен Қазақстанда Меккеге путевка туып Просто онлайн казино барлығы солардың бір кейбір қатты бір ешқашанда бір мүмкіндік бермейтін сайттар бар ұтуға ше. Соларды бұғаттауға болады ше енді. Бірақ жаңағы ставка тігуге байланысты өзіндік бір мәдениет қалыптастыру керек ол. Ол мәдениет қалыптастыру дұрыс. Түбегейлі жойылмайтын анық. Бұрын мынандай бір бәле бар тұғын баяғы аппарат. Ирак сияқты, Иракта да бар шығар тігетіндер. Ол да онлайн ғой. Сен біз алатта біздегі сайттарды жабумен күреседі да. Әлемде миллион сайт бар ғой. Испанский сайт, английский сайт. Кіреді да оны түбі тіге береді. Просто ставканы адамдар просто телефон тартып алу керек. Баюдың жолы деп қарамау керек қой. 500 теңге тігіп көріңдерші, дәл сол кайфты аласыңдар. Димаш Құдайберген ба? Жоқ. Бәріне жеткен десе. Жоқ. Меніңше Қазақстанда бәріне жеткен Димаш Құдайберген деп ойлаймын. Кеше 77 елден адам. Кеше соңғы берген концертінде 77 елден адам кетті билет алып. Мен айтайын ба саған ана нелерін оқимын ғой мен. Бір кіріп кетсем Димашқа кіріп кетем да ана фандарын оқып кетем бір-бірін ше. Фандарын бірдеңе Эстония фан, бірдеңе фан кетеді ана қарай ше. Сол фандарын показать перевод деп басам да жазуларын қараймын. И аналардың көбісінің мен айтайын 70-80% қазақша үйренгіміз келеді деген әңгіме жазылады. Сіздің айтып жатқан әңгімені түсінгіміз келеді, қазақша үйренгіміз келеді. Сосын кейбіреулер жаңағыдай салем бірдеңе деп видео түсіреді кәдімгі ше. Мен риза болдым кәдімгі сол үшін. Вообще
пиардың пиарын істеп жатыр Димаш деген. Вот ақшаны құю керек Димашқа, короче. Бүкіл әлемде қазақ тілі курсын ашып тастап. Әлемді қазақшаға үйретіп не істейміз біз? Білмеймін. Ал эстонецтер білет қазақша. Ал. Қазақша ойланады олар деп отсаң. Қар үйге жатып деп отсаң. Ойланған кезде шеши. Просто бізде қазақтар андай сондай нәрсеге өте патки ғой. Сен әдейі тұрғызып алған сияқты ана микрофоншы. қолмен ұстап. Жақсы. Қазақ, сондай біздің елде. Сосын біздің елде мынандай тема. TikTok'та бір ақын бар, короче. Қуат ақын десе. Нормально ұйқастырып қояды. Бірақ бірыңғай мынандай тема ше. Далада қаңғып жүр жетімдерің, бірдеңе кедей кепшік кетімдерің, ал билікте сен отсың, басшылар, халыққа дос емес қасшылар деп соған бәрі. Сен айтпақшы ақын болғаныңды айтпеш. Сен сияқты соғанша жазып беріп отыр. Сонымен аяқтайғы ақын болғаныңды. Марсель Тұтқаев. Мен анаған жазам ғой. Ақын деген ол күз туралы, қыз туралы, қыз туралы, тал туралы, айнала, отан, сондай бір махаббатпен өлең жазу керек қой деймін да. Анауды, оны да жазалу керек, былай да жазалу керек. Просто хайповый вариантын таңдап алдым да, короче. Көзіңе тура қарап тек көремін, білесің бе, билік сені жек көремін. Жаттап алған ба? Ашулансам, клубника в шоколаде, үйге барып қатыныммен жеп көремін. Соған бәрі. Осы жігіт молодец. Осы жігіт осыны президент қылу керек. Астама. Шіріп ататындар бар. Бізде сол кумеризация жаман. Сондай нәрсені ше. Мысалға мен кірпіш шешен туралы өлең оқығым келеді, мысалы. Неге жазбасқа? Кірпіш шешен денең неге тікенек деп. Соңында әй шешен деп. Кірпіш шешен. Андай ғой аяқтайтын ғой. Кірпіш шешен, кірпіш шешен. Кірпіш шешен, жүзіне деп. Бірақ мысалы сендер Марсель Тұтқаевтың образын шығарған кезде өте сәтті образшы, анау ше. Енді андай шамалы өлеңді не қылып, сондай бір неге қатты образда өте қатты ұнатты маған. Сол кезде бір ақын бір-екі кісінің комментарийін оқып қалдым да, ай өлеңді мазақ қылдыңдар ау деп ше. То есть бізде қатты бір, енді ондай комментарий көп қой сендерде, бірақ именно сондай ақындардың солардың территориясына кіріп кетсе, бір дұрыс түсінбей қабылдай алмай қалатын моменттері бар ше. Ақын жыраулардың несі ғой? Иә, сондай. Андай бір ренжіп қаламын. Именно осы қызылордалықтарды ғой, енді жырау туралы шутка шыққан кезде, бірнеше шутка шыққан кезде, ой жыраулардың бәрі жиналып. Неге өйтіп айтасың деген. Марсель Тұтқаевта мысалға образ, ол да по-своему ақын ғой. Кімнің қандай правосы бар оған? Сен бізді мазақ қылып атсың деп айтуға. Ладно, может, ол хуевый ақын шығар. Просто сөйтіп жазатын. Сондай жасауға шығар дейсің. Роналдолар, мысалға, мировой футболисттер, Қазақстанның футболисттері біздің спортты мазақ қылып жүр десе. Роналду матырып ше. Анау құртана Рамазанды оразды десе. Не анау тебістері адам сөйтіп көздей ма девяткаге десе. Жоқ, просто ақындар жеңіл қарау керек, ол нашар ақын. Ол сондай дебильный ақын, короче. Сөйтіп жазады. Ұйқас бар ма? По факту бар, болды ғой. Ешкімнің шаруасы болмасын да, Марсель Тұтқаев қалай жазатын. Мен оны бір не қылып атқан емес, просто Марсель деген мен адамдарға таңғалатын неше болды бұл десең. Барлығы бірдей болса деп ойлайсың ғой, бірдей өзің сияқты ойлайсың, бірақ әрқашан сондай нәрсемен кездескенде өзіңдей болмайтыны анық. Адамдар қандай болса да, ол сенің халқың, короче. Сен онымен жұмыс істеуің керек ше. Жоқ, халқым деп обобщать етпейміз. Сондай арасында сондай болмайтын нәрсеге қадалып қалатын әдеби тілде айтқанда мазгөйіптер, ол әлемде болуы керек.
егер ол адамдар болмаса біз өзіміздің нормальный адамдар екеніміз қалай дәлелдейміз? Біз олардың фонында ерекшелене алмай қаламыз. Сол ғой, Қазақстанның главный проблемасы долбоебтарда, долбоебтардың өзінің долбоеб екенін білмейтінде ғой. Сол проблема. Басқа проблема жоқ бізде. Молодец. Әдемі айтты. Долбоеб әдемі айтты десе. Мен айтпайтын емше кәдімгідей ше. Негізі осы пікірлердің бәрі ше, мен негізі көп подкасттарда ше артық сөйлеуге қорғам ше. Не үшін? Өйткені кейін бір 20 жылдан кейін білмейсің ғой кім болатының ше, бір жерде отырсаң, нормальный жерде. Осы видеоны алып келіп салып жіберсе ше, астыңа ше. Ол ше, ол қайта үлкен пиар бізде ше содан. Пиар, мен қорқамын. Менде прогресс болды. Мен қазір сөйтіп ойлайтын едім, бірақ осы ойым өзгерді. Или там, наоборот, мен осы ойымды ұстанам. Мен бұда айнаған емеспін. Соның арқасында осындай жетістікке жеттім. Ұялма, наху, айта бер бе. Ұялма, наху, айта бер. Мен ұстаз емеспін. Маған бәрі ой, мен математикадан беріп отырсың. Әдебиет неге ой, мен математикадан беріп Әдебиет емеспін, айтпаймыз. Бізде мұғалім как будто барлық жерде мұғалім болу керек сияқты. Ол мектепте мұғалім ба, сағат 7-тен кейін похуй ғой, ол не істейді. Жұмыс уақыты бітті ше. Бізде бір сондай бір нәрсені іліп тастайды ше. Жоқ, бір 2030-да ше, 2050-де ме осындай мұғалімдер көп бар сияқты. Барлық мамандыққа қатысы жоқ оның. Спортсмен, ол мен спорт залда спортсменмін. Кафеде мен неше отырам деген кеми қалады уже. Мұғалімге. Мұғалімдерге ғана қатысы бар. Мұғалімдерге қатысы бар. Билікке барсаңыз жейсіз ба бюджеттен? Нені? Вообще бюджеттен жейсіз ба? Қалай жейсің ба дегенге вопрос қой. Мысалға деген сияқты нәрселер бар. Қалтаңызға жымқырып басып аласыз ба? Жоқ, болды. Осы отрывок құтқарып алады сізді. Ойланып қалдым ғой жейсіз ба? Маса-маса ханада